Баршаңызға сәлем, біздің Ақ Дастархан YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз сіздермен дәл осындай жұп-жұмсақ қып-қызыл үлпілдек печенье әзірлейтін боламыз. Құрамы өте оңай, әп-сәтте дайын болады. Құрамына керек заттар: айран, сұйық май, ұн, қант, жұмыртқа және ас содасы қажет болады. Ең алдымен жұмыртқамызды алып, осылай ыдысымызға жарып аламыз. Және бізге қолдың айраны немесе кез келген дүкеннің айранын қолдансаңыздар болады. Және оның үстіне жарты шай қасық ас содасын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Сода мен айран қосылғандықтан әрине бізде көтеріліп, қамырымыз әдемі болып шығады. Міне дайындап алдық. Енді оның үстіне жарты пиала сұйық майымызды қосамыз және бір пиала қантымызды қосып шығамыз. Нақты құрамына керек заттарды описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден нақты құрамын біліп алсаңыздар болады, мөлшерлерін. Енді оның үстіне електен өткізілген ұнымызды қосып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Ұнымыз аз болса, үстінен ұн қосып, қамыр илейміз. Қолға жабыспайтындай жұп-жұмсақ қамыр болуы керек. Міне дәл осындай қамыр бізде дайын болады. Енді ол қамырымыздың ашығанын күтпейміз. Илеп болғаннан соң осылай табамызға пергамент қағазын төсеп, барлығын біркелкі осындай дөңгелекше етіп форма жасап аламыз. Өздеріңіз егер үлкен қаласаңыздар үлкен пішінде, немесе кішілеу қаласаңыздар кіші пішінде етіп, осылай дөңгелекшелерді жасап алсаңыздар болады. Міне барлығын алдын ала осылай бөліп аламызды. Дәл құртты дөңгелек деген секілді барлығын біркелкі формаға келтіріп шығамыз. Міне барлығы да осылай. Қамырымыз өте жұп-жұмсақ болды. Құрамына айран және май қосылғандықтан. Міне қараңыздар, барлықтарын да осылай дөңгелекше етіп аламыз. Міне біздің печеньеміздің формасы дайын болды. Енді оның үстіне жұмыртқаның сарысын жаққанымыз дұрыс. Сонда бізде сап-сары әдемі болып шығуы үшін. Міне барлығына біркелкі етіп жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Енді оның үстіне мен асқабақтың дәндерін пайдаландым. Сіздер кез келген кепкен жемісті, жаңғақты пайдалансаңыздар болады, немесе мейізді пайдалансаңыздар болады. Менің балаларым осы асқабақ дәнін өте қатты ұнататын болғандықтан, осы асқабақ дәнін пайдаландым. Міне барлығына да осылай салып шығамыз. Сонда бұл әрине әсемдік үшін, әрі білесіздер, асқабақ дәні өте пайдалы екендігін. Міне дайын болды. Енді қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минут аралығында қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің жаңағы печеньелеріміз дайын болды. Қараңыздар, өте қып-қызыл, үлпілдек және реңі де өте әдемі болып тұр. Беймарал шаймен ішсеңіздер болады, немесе дастарханға, таңғы шайға да, немесе бестің шайына да іше берсеңіздер болады. Міндетті түрде сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Үйіңізде бір жұмыртқа және бір пиала айран мен сұйық май табылса болды, осы печеньені әзірлей берсеңіздер болады. Себеп білесіздер, дүкенде сатып алатын печеньеге қарағанда қолдан жасалғанның құрамы да анық, әрі бізге балаларымыз да сүйіп жейтін болады. Міне қазір бөліп арасын көрсететін боламын. Жұп-жұмсақ, арасының барлығы піскен. Дәл біздің мектеп кезіміздегі корждардың дәміне ұқсайды әрине. Міне жұп-жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және біздің Ақ Дастархан YouTube арнасына тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ас болсын сіздерге. Қазір дәм татамыз. Вау, дәмі неткен керемет екен. Сіздер де достар осылай үйлеріңізде жасап көріңіздер және Ақ Дастархан арнасын тіркеліп кетіңіздер.